28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні. Журналист мамандығы қиындығы мен қызығы мол. Жан-жақты біліктілікті талап ететін жауапты сала. Өз шығармашылығы арқылы қоғамға да, адамға да қызмет ететін, ешқашан қателесуге болмайтын, қашанда жаңалықтың жақтаушысы, қолдаушысы бола алатын осы бір кәсіп иелерінің қатары ауданымызда да жыл өткен сайын көбейіп келеді. Бұл әрине қуантарлық жайт. Алайда көп жылдары аудандық басылымдарда біте қайнасып, жарты ғұмырын осы жолға арнаған аға буын өкілдері жоқ емес. Әлімжан Қияс ағамыз бен Сақи Қапар Бахиұлы осы саланың үздіктері. Аудандық орталық кітапхананың ұйымдастыруымен кітапхана қызметкері Мұстафаева Зоя Сүйіншәлі қызымен сыр сұхбат өтті. 28 маусым ақпарат саласы қызметкерлерінің төл мерекесі. Бұл мереке жалпы халықтық мереке десек жақсат. Өйткені бүгінгі таңда теледидар хабарларын тыңдап, газет оқымайтын адам кемде-кем. Осындай айтулы мереке қарсаңында баспасөз саласының ардагері, өкілі деп сыр сұхбат ұйымдастырып жатқан сіздердің ықылас пейілдеріңізге көп рахмет. Мен мектепте оқып жүргенде мына газет, журнал оқуға өте құмар болдым. Мен енді баспасөз күнде сол барлық ақпарат саласы қызметкерлеріне мықты денсаулық, отбасыларына аманшылық, өздеріне үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Негізінде қандай адам баласы болмасын, журналист болам деп әуреге түсіп азапқа түсудің қажеті жоқ. Ол атаның қаны мен ананың сүтіменен ғана дариды. Мен енді бұдан бастаған себебім, менде мына журналистика саласының оқуын бітіргенім жоқ. Бір белгілі бір диплом болмаса Қазақстан журналистер одағының мүшесі емеспін, бірақ осы салаға келуіме бір себеп болды. Мен бұл жөнінде де айта кетсем айып болмас деп ойлаймын. Негізінде мен бала кезімнен кітапқа өте құмар болдым. Бұл журналистика саласы деген, жаңағы Шерхан Мұртаза ағамыз айтпақшы, арқалағаны алтын, жегені жантақ деген түйенің жағдайына келтірген бір мысалы бар еді. Шындығы керек өте ауыр еңбек. Бұл көздің майын тауысып, адамның басына салмақ салатын бұл екінің бірінің қолынан келмейді. Баспасөз күнімен барша қалам ұстаған қауымды, әріптестерді, күні кеше ғана 90 жылдығы тойланып жатқан сыр бойындағы әріптестерді, сыр бойы газетіндегі, Тұран Қазалылық әріптестерді, Қазалы газетіндегі әріптестерді құттықтаймын баспасөз күнімен. Бүгінде біз жаһандық даму көшінен қалмай, төрткүл дүниедегі оқиғалардан дер кезінде хабардар болып отырсақ, ол ең бірінші журналистердің арқасы. Журналистік еңбекқорлықтарыңыз және материалды өңдеу шеберліктеріңіз өңірдің маңызды оқиғаларын жедел әрі сапалы көрсетудегі қызметтеріңіз әрдайым зор құрметке лайықты.